Ағай, тағы бір өзімнен жеке сұрағым, неге ағаш? Ағаш. Неге ағаш? Сіз енді бала кезіңізден көп жұмыс істедіңіз. Кішкентай нәрселермен ойнап, ал уже материалды таңдау керек болғанда неге ағашты таңдадыңыз? Енді сүйектен де мүйізден де мына мысалы бұл тек мен бір өзімнің жұмысым емес, бір баламыз екеуміз жасаймыз. Балам да шебер. Оған үйретіп бардым. Мына ұлымның жұмысы, мына арқардың мүйізінен жасалған толықтай бесік. Мына мүйізден жасалған дүниенің бәрі, мынау да мүйіз жалау. Шаңырақта мүйіз, мына салпыншақтары ненің бәрі. Бұның бәрі де мүйізден жасалған. Мына қобыз, бұл құйма қобыз авторлық жұмысы баламның. Мына қобыз, құйма қобыз. Бұл да баламның жұмысы. Мына қалған жұмыстар менікі. Сол сияқты түрлі. Ағашты таңдауымыздағы себеп ағаш сөйлейді ғой, ағашпен сөйлесеміз. Ағаш сөйлейді, ағашпен жауап аласың сөйлесесінде. Міне бұйраланып жатқан ағашқа қарап тұрсаң, сен сөйлесесің, ол саған жауабын береді. Ағаш өзі айтады ма сізге қандай туынды болатынын? Ағашпен ойын тыңдайсың ағаштың. Туындыға қарап тұр, бір бейнені көрсетеді, ойын тыңдайсың. Ойы көңіліңнен шықса, ары қарай сөйлесіп жұмыс жасай бересің. Шықпаса, ойыңды басқа аударып, басқалай келтіресің. Ағашпен сөйлесесің. Иә. Яғни ағаш шеше ма оның не болатынын сіздің қолыңызда? Қолда берсе талап жемісін ұрпағы үшін, ел үшін дейді ғой. Өнер қума, өзсің, өнер сыйла борышың деп. Өнер қумасаң да, өнерді сыйлап, осылай беріп жатқан сұрақтарға риза болып тұрмын бір жағынан да негізі. Бірақ негізінде ағаш сөйлейді, ағаш. Ағаш та сөйлейді. Бірақ соны ағашпен сөйлесетін сен ойың мықты болу керек. Ағашты түсіне білу керек. Ағаш түсіне беру, ағашпен сөйлесе білу керек. Ағаштың тілін білу керек. Ағаштың тілін білу керек. Керемет айттыңыз, ағай. Сізді бұл оймен жұмыс істеу, бұл космоспен жұмыс істеу. Космоспен байланысты дейді. Жалпы бар нәрсенің энергиясы бар дейді ғой, ол қаншама жылдан бері тамырын тереңге жайып, өсіп келеді. Соның бәрін сіз енді түсінесіз ғой оның тарихын. Әр нәрсенің бүкіл ғалам энергиядан тұрады. Бастаушы күш біреу-ақ. Алла тағала. Күш, бір күш, физикалық, энергетикалық күш деймін оны. Барлық нәрсенің дененің ішінде бар. Сен бір қоянға қызып қарап қалсаң, қоян мысалы қылқиып құлайды да, ол энергия. Сенің ойыңда энергия. Мен ойланып, бала күнімде 5 жасағымды айтайын. 5 жасымда далаға шығып кетіп бара, жүгіріп кетіп бара жатып аспан қарадым. Мынау аспан тұр, оның артында жұлдыз. Сол жұлдыздың ар жағында не бар? Сол жұлдыз деп айтқан соң жұлдыз қанша болса, сонша жер ар жағында не бар дегенде төбеммен тоғырған. Үнемі сұрақ қоя білемін. Солай, жоқ, ойды айтып тұрмын. Ойымда жібергенде балам ғой мен, ана кетіп. Сонда менің ойым кетіп қалды, ғарышқа, космосқа кетіп қалды. Соңына барып тірелді. Сол кезде маған денем тоғырды. Да, тоғырды. Апа деп үйге қаштым. Сізге Алланың белгісі болған шығар. Белгі болғанда өзінің деңгейінен асып кетті ойым бала бол кезінде. Сен тоқта деді, тоғырды. Сонда ойдың өзі энергия. Энергияңыз көп болсын, аға. Әлі өмірлік күшіңіз көп болсын. Энергия туралы айтып десең, қазір айтып берейін. Негізі бар болмаса жоқ думайды. Мен мынау жұмысқа арнап жазғаным жер анаға. Менің жұмыстарым бар философия, филология, история, осы бірнеше ғылым бағытталады бойында. Психология, культурология бәрі бір жұмыстың ішінде бар. Негізі бар болмаса жоқ тумайды. Жоқтың өзі бардан туған. Жоқты айтып сірескендер бар болмаса қайдан туған? Бар бастауы ол бір қуат. Бар бастауы ол бір қуат. Жоқ демесін арман қуған. Терезесін тең ұстайды. Шын бақытқа белін буған. Жаратылған пендеміз қалаумен Құдайдың. Бар тіршілік иесі болғаным үшін мұңайдым. Жер әлемін сый етіп аманат еткен адамға. Бұл бір сынақ алаңы, қайтуың шарт қаламға. Иесі болсақ тіршілік, иеміз біздің кім болмақ? Тіршіліктің жауабын болмаса ием кім алмақ? Ниеті бір түйірші қозғалса, қозғаушы күш не болмақ? Бар болған соң бар болар, жоқта нендей ие болмақ. Ей адамзат, жоқ деме, бардан туған жоқ сөзі. Өлдім біттім жоқ деген ақылсыздың бос сөзі. Бар болғанда белінен батып алып былыққа, жоқ болсаң да жауабын аларыңды ұмытпа. Бар болған соң не шара? Нәр аламыз бұлақтан. Бұлақтың нәрі қар болар, қиялап құздан құлатқан. Қардың нәрі бу болар, буырқанып біріккен. Будың нәрі теңіздер, тіршілікті тірілген. Теңіздің нәрі қара жер, жер қуаты жырақтан. Жүйелі жүзер жолы бар, шет шықпайды бірақтан. Бұл бір алып зор кеме, адамзат өтер сынақтан.
әр барға желі тартылған теңдесі жоқ қуаттан. Әр желінің тармағы ғаламда барға байланған, бардың бәрі бір күштің меншігіне дайындалған. Ұлы күштің хақтығы орнықса, нықта қоғамда көрмеді деп қол салу болмас еді адамда. Міне философия. Міне жұмысы осылай сөйлейді, айтады. Алла Мұнан сен бар, толықтап шығарыңдар, бұл дәл егер переводтап шығара алсаңдар, бұл әлемге бұның жүйесі бар. Ағай, біз жалпы сізге көп рахмет.